Исра сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Ибн Аббас анығында, біз Миғраж түні өзіңе көрсеткен ғаламат түсті, сондай-ақ Құрандағы лағнеттелген ағашты адамдар үшін сынақ қылдық. Біз оларды қорқытып та, ескертіп те жатырмыз, алайда бұл оларды тек одан сайын азғындата түсуде. Деген аяттағы ғаламат түс деген сөзді, бұл Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Миғраж түні Бәйтул Мақдиске апарылғанда көзімен көрген нәрселер деп Құрандағы лағнеттелген ағаш түсіндірген. Заққум ағашы деп түсіндірме. Араб тілінде руя сөзі төл тілімізге түс деп аударылып, ұйқыдағы кісінің тамашалайтын нәрселері деген мағынаны бергені сияқты, руят деген сияқты көру мағынасына да келеді. Алайда көпшіліктің көзқарасы бойынша түс деген мағынада қолданылған. Сол себепті жоғарыдағы аятта айтылған руя ояу халде көзбен көрген нәрсе ме әлде ұйықтап жатқанда көрген түс пе деген мәселе ғұламалар арасында талқыға түскен тақырып болды. Кей ғалымдар мұндағы түс Расулалла мен сахабаларының Меккеге кіретіндіктеріне қатысты көрген түстері дегенді алға тартады. Бұл түсті пайғамбар Мәдинада жүргенде көріп, сахабаларына айтып берген деседі. Худайбия келісімімен аяқталған, Қағбаны зиярат ете алмай кеткен сапарларында әрбір мұсылман бұл түстің орындалатынына іштей бек сенімді болды. Айтқандай-ақ Қағбаны тауап етпей, орта жолдан қайтқан кезде сахабаларда үнсіздік басым болды. Тіпті Әзірет Омар пайғамбарға, Қағбаға барамыз деп едіңіз ғой, деп өкпе-ренішке толы сұрағын қойғанда, Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, иә айттым. Алайда осы жылы барамыз деген жоқпын ғой деп жауап қатады. Міне, сол оқиғалардың артынан Фәтх сүресінің 27-ші аяты түсірілді. Шүбәсіз, Алла пайғамбарының көрген түсін растайды һәм оны міндетті түрде жүзеге асырады. Алла бұйырса, Харам мешітіне біреулерің шаштарыңды тақырлап алған, енді біреулерің қысқартқан күйде ешкімнен қорықпай емін-еркін кіретін боласыңдар. Алайда Алла сендер білмегенді білгендіктен, одан бұрын болатын сендерге жеңісті нәсіп етті. Жоғарыда айтылған руя сөзін осы аяттағы руя, яғни түс деген сөзбен түсіндіргісі келгендер, Расулалланың сол жылы Меккеге кірместен кері қайтуы сахабалар тап болған фитна деген. Кейбір ғалымдар бұл түстің Құрайштық кәпірбасылардың қай жерде өлетіндіктерін көрген Алла елшісінің түсі дегендер де бар. Алайда бұл жорамалдар әлсіз жорамалдар. Ғұламалардың әртүрлі дәлелдермен қуатталған бір ауыздан шыққан пікірі бұл жердегі түске қатысты Ибн Аббастың айтқан көзқарасы. Яғни, Алла елшісінің Миғраж оқиғасы кезінде көрген нәрселері. Миғраж оқиғасының түннің бір уағында болғандығы және аталмыш көру әрекеттері түнде болғандықтан Алла тағала руя деген сөзбен білдірді деген. Бұл сүре меккелік болғандықтан, басқа түстердің мұрат етілуі мүмкін емес. Өйткені аталмыш оқиғалар Мәдинада болған. Аяттағы руя сөзін руят деп түс деген мағынада қолданғандар қателесіп Миғраж оқиғасының түсінде болып біткенін, бұл оқиғаның өңінде емес, түсінде көргенін айтты. Олай болған болса, ол оқиғаның фитна болмауы керек еді. Алайда Алла тағала көру, руя оқиғасын адамдар арасында фитнаға, яғни сынаққа себеп еткендігін айтады. Алла елшісі Миғраж оқиғасын айтқан кезде көп адамдарда күмән пайда болып, тіпті кейбіреулер діннен шығып жатты. Осы сынақта Әзірет Әбу Бәкір, Мұхаммед не айтса, оның дегені дұрыс деу арқылы сынақтан сүрінбей өтті һәм Сыдық деген абыройлы атаққа ие болды. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Миғраж оқиғасын бейне бір түс секілді түсіндіргенде оған не үшін күмән келтіреді дейсіз? Түсінде әркім әр нәрсені көруі заңдылық емес пе? Адамның ақылына сыймайтын нәрселер түс ретінде айтылса, оған кім қарсы шығып жатыр? Лағнеттелген ағаш деп келген Заққумның да бір сынақ етілгені аятта ашық баяндалады. Бірнеше аятта бұл ағаштың жаһаннамда өсетіндігі, азапқа душар болғандардың одан жейтіндіктері, еріген металл, қайнаған су сынды өртеп жіберетіндігі де білдірілген. Мұндай сипаттауларды естіген Әбу Жәһил, Мұхаммед сендерді сондай отпен қорқытқандығы соншалық екен деп мазакка айналдырғанда, басқа бір мүшриктер одан ол жерде тастары жанады да асып түсіп, біз Заққум деп құрма мен қаймаққа айтамыз деді. Сонда Әбу Жәһил өзінің күңіне құрма мен қаймақ дайындатып сыбайластарына, қане Заққумданып алайық деп жапа-тармағай жейтін көрінеді. Осыдан соң Заққумды жақсы көретіндер діннен шығып кеткен деседі. Ибн Масғуд біз қандайда бір елді мекенді жермен жексен етуді қалағанымызда, алдымен пайғамбар жіберіп, ол жердің сән-салтанат пен молшылықта өмір сүріп үйренген мықтыларына Аллаға мойын сұнуды, жақсылық жасауды бұйырамыз.
Олар болса бұйрығымызға құлақ аспай, одан сайын желігіп, күнәға батқан үстіне бата түседі. Нәтижеде ол елге лайықты жаза кесіледі де, біз ол жерді жермен жексен етеміз деген аяттағы молшылықта өмір сүріп үйренген мықтыларына бұйырамыз деген сөйлемге қатысты. Біз жахилия дәуірінде сан жағынан көбейген бір тайпаға пәленше тайпа көбейді дейтін едік деген. Түсіндірме. Ибн Мәсғуд аяттағы бұйырамыз деген мағынадағы әмәрна сөзінің көбейттік деген мағынаны да білдіретіндігін айтып тұр. Олай болған жағдайда аят молшылықта өмір сүріп үйренген мықтылардың санын көбейтеміз. Олар болса одан сайын желігіп, күнәға батқан үстіне бата түседі деген мағынаны білдіреді. Әмәрна сөзінің мағынасына ой жүгірткен ғалымдар тағы бір мағынасы молшылықта өмір сүрген мықтыларды басшылыққа алып келеміз, өздерін басқартамыз дегенді айтады. Аятты осындай үш түрлі мағынада түсінуге тырысқан ғалымдардың әрқайсысы өздерінің көзқарасын қуаттау үшін басқа аяттар мен хадистерден және осы сөздің тілдік қолданысынан дәлелдер келтіреді. Ибн Масғуд ол мүшриктердің Құдай тұтып, жалынып жалбарынғандарының өздері де Раббыларына өзгелерден гөрі жақынырақ болудың жолын іздейді. Сондай-ақ оның рахымынан үміт етеді, әрі азабынан қорқады. Өйткені Раббыңның азабы расында абайламасаң өте қорқынышты деген аятты былай тәпсірледі. Адамдардың бір тобы жындардың бір тобына табынады. Бұл жындар күндердің күні мұсылман болды, ал әлгі адамдар соларға табынуды тоқтатпады. Сол кезде осы аят түсірілді. Түсіндірме. Фахруддин әр-Рази жалынып жалбарынғандарының өздері деген сөздерді былай тәпсірлейді. Бұл аяттың мақсаты мүшриктердің бетін қайтару. Алдыңғы тақырыптарда да айтып өткеніміздей, мүшриктер, біздің Аллаға тікелей табынатындай құдірет пәрменіміз жоқ. Біз Алла жаратқан құлдарының ішіндегі ең жақыны болған періштелерге табынамыз дейтін. Осылайша періштелерге ғибадат жасай бастағанда, уақыт өте келе бұл періштелердің сұлбаларын сызып, мүсіндерін соғып, өздері ойдан құрап, қиялдан қашап алған жалған құдайларына табына бастады. Міне, жоғарыдағы аятта Алла тағала олардың бұл сөздерінің қате екендігін көрсетіп тұр. Алдыңғы аятта мүшриктерге былай де, Алладан өзге құдай тұтқан пұттарыңа, пірлеріңе, періштелер мен жындарға қолдарыңнан келгенше жалынып жалбарыныңдар. Анығында олар сендерді бастарыңа түскен қиыншылықтан құтқара да алмайды, әрі оны жақсылыққа айналдыра да алмайды. Деген сөйлемде де пұттарға, қолдан қашалған тас мүсіндерге ишарат етілген. Өйткені табынылып жатқан бұл нәрсе келесі аятта былай суреттеледі. Ол мүшриктердің Құдай тұтып, жалынып жалбарынғандарының өздері де Раббыларына өзгелерден гөрі жақынырақ болудың жолын іздейді. Көріп отырғанымыздай, пұттардың Алладан ортақ іздеулері ешқашан мүмкін емес. Аятта Алла тағала шынайы Құдайдың сипатын қиыншылықтардан құтқарушы деп көрсетеді. Бұған тек қана әлемге үстемдік жасаған, сөзі барлық мақлұқатқа жүретін Құдайдың ғана құдіреті жетері анық. Әбу Хурайра былай дейді. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм күндердің күнінде ғарасат майданына барлық адамдарды өздері пір тұтқан пәруарларымен, рухани көсемдерімен бірге шақырамыз деген мағынаны беретін аятқа қатысты былай деген, олардың бірі шақырылады. Амалдары жазылған кітап оң қолына беріледі. Денесін 60 білекке дейін үлкейтеді, жүзін шаңқан ақ түске айналдырады. Басына жалт-жұлт еткен інжуден жасалған тәж кигізіледі. Осы күйінде достарының арасына барады. Дос-жарандары оны алыстан көрген кезде, «Уа, Раббымыз! Сондай жақсылықты бізге де бер және оны біз үшін берекелі ет», деп жалбарынады. Ол жолдастарының жанына келеді, сүйінші. Әрқайсыңа дәл осындай сый-сияпат дейді. Сонда кәпірлердің бет-жүзі қап-қара болып бар, түтігіп кетеді. Оның да денесі 60 кез болып үлкейтіледі, һәм оған да бір тәж кигізіледі. Өрен жарандары оны көрген кезде, мұның жамандығынан Аллаға сиынамыз. «Уа, Раббымыз, оған берілгендей нәрсені бізге бере көрме» деп жалбарынады. Ол да ілбіп басып, достарының қасына келеді. Олар өре түрегеліп, «Уа, Раббымыз, оны қор қыл» дейді. Сонда әлгі әрең жетіп, Алла сендерді мейірімінен алыстатты, сендердің әрқайсыларыңа дәл осындай үлес беріледі дейді. Түсіндірме. Бұл аятта қиямет күні әрбір үмбеттің имамдарымен, басшыларымен бірге есеп-қисапқа тартылатындарынан хабар беруде. Басқа бір аятта, әр үмбетке бір елші пайғамбар белгіленген. Әрбір елші пайғамбар өз үмбетіне келгенде, адамдардың бір бөлігі оған иман етіп, енді бір бөлігі иман етпейді. Нәтижеде, олардың арасында қара қылды қақ жарған әділ үкім шығарылады, әрі ешкімге қиянат жасалмайды делінген.
Аятта пір тұтқан пәруарлары, рухани көсемдері деп аударылған сөздің негізгі мағынасы имам деген сөз. Ғалымдар имам деу арқылы пайғамбарды меңзеп тұр десе, енді бір топ ғалымдар жазылған кітаптар деген. Бұл мағынаны қуаттайтын аяттарда жоқ емес, өлілерді қайта тірілтетін мына біз, сондай-ақ біз адамдардың дүниеде өз қолдарымен істеп, ақыретке жолдаған сауаптары мен күнәлары және дүниеден озғаннан кейін арттарында қалған, һәм қияметке дейін амал дәптерлеріне жазыла беретін, жақсылықтар мен жамандықтарын түгелдей жазып алудамыз. Біз онсыз да, әу баста, барлық нәрсені жіпке тізіп, ап-айқын кітапқа жазып қойғанбыз. Қиямет күні, әр адамның алдына өзінің амал дәптері қойылады. Сол кезде дүниеде күнәға белшесінен батқан күнәһарлардың амал дәптерлеріне жазылған күнәларын көріп, естері шыққанын көресің. Сонда олар аһ ұрып, құрыдық. Мынау өзі қандай дәптер? Үлкенді кішілі бірде-бір сөзді де, істі де қалдырмай, не істесек те, не айтсақ та бәрін жіпке тізгендей етіп, жазып алыпты ғой, дейді. Міне осылайша олар дүниеде не істеп, не қойған болса, соның бәрі алдарынан шығады. Раббын ешкімге әділетсіздік жасамайды. Имам деген сөз арқылы кітаптың меңзелуі, Расулдың меңзелуіне де кедергі болмайды. Әрбір үмбет есеп-қисабын пайғамбарының алдында тұрып куәлік етумен беретіндігі де айтылған болатын. Ибн Омар күндіз түс ауғаннан қас қарайып, түн болғанға дейін белгілі уақыттарда намазды кемеліне жеткізіп оқы, әсіресе таң намазын үзбей әрі кемеліне жеткізіп оқы. Өйткені таң намазына, әсіресе қиямда тұрып Құран оқылғанда періштелер келіп куә болады деген аяттағы дулукиш, шәмс деген сөз күн ауғанда деген мағынаны білдіреді дейтін. Түсіндірме. Келесі хадистің түсіндірмесінде баяндалады. Тағы да Муаттадағы Ибн Аббастың риуаятында дулукуш, шәмс сөзін көлеңкенің батыс жақтан шығысына қарай ауысуы деп түсіндірген. Бұл біздер зәуәл уақыты деп жүрген түскі уақытқа тұспа-тұс келеді. Аяттың жалғасындағы ғасақул лайл сөзін түн мен түн қараңғылығының бірігуі деп айтқан. Түсіндірме. Осы хадис пен хадистің екеуі де аяттағы дулукуш, шәмс сөзін түсіндіреді. Бұл сөзді ілім адамдары екі түрлі мағынада қолданған екен. Бір, дулук деген сөз арқылы айтылып тұрған мағына ғуруб дейді. Яғни күннің батуы. Әзірет Али, Ибн Мәсғуд, Ибн Аббас сынды кейбір сахабалардан осындай тәуил риуаят етілген. Екінші көзқарас бойынша дулукуш шәмс күннің түскі уақытта тас төбеден батысқа қарай ойысуы. Сахаба және табиғиндердің көпшілігі осы мағынаны таңдаған. Жоғарыда келтірілген риуаяттар мен аталмыш сөйлемдерді де осы мағынада ұғынған жөн. Тәпсірлерде осы мағыналарды қуаттайтын дәлелдер көптеп берілген. Оларды бұл жерде егжей-тегжейлі баяндаудың қажеті жоқ деп топшылаймыз. Әбу Хурайраның риуаяты бойынша таң намазына, әсіресе қиямда тұрып Құран оқылғанда періштелер келіп куә болады деген аят жөнінде Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәләм мынадай түсініктеме берген. Ол жерде түнде түсетін періштелер де, күндіз түсетін періштелер де болады. Түсіндірме. Ғалымдардың түсіндіруінше, таң намазы кезінде түннің де, күндіздің де періштелері имамның артында тізіліп тұрады. Біраз уақыттан кейін түн періштелері көтеріліп кетеді, күндіздің періштелері қалып қояды. Екі топ періштелердің бір уақытта бір жерде жиналуы себепті бұл намазға мәшһуд, яғни куә болынған намаз деген. Әбу Хурайра былай дейді. Расулалладан, уа Мұхаммед, түн ішінде тұрып Құран оқы һәм өзіңе парыз ретінде міндеттеген тәһәжжүд намазын өте. Сонда Раббыңның сені мақаму Махмудқа, ең биік һәм ең ауқымды шапағат тұғыры болған мақтаулы тұғырға шығаратындығынан үміт ете аласың деген аятта айтылған мақамул Махмудтың не екені жөнінде сұралғанда, Алла елшісі, бұл шапағат деп жауап берді. Түсіндірме. Расулаллаға берілетіндігі уәде етілген мақамул Махмуд бұл хадисте шапағат деп түсіндірілген. Үмбетіме шапағат ететін жер деген риуаяттар да бар. Байқап тұрғанымыздай, пайғамбарлар арасында тек қана Расулаллаға үмбетіне шапағатшы болу сынды ерекшелік берілген. Махшарда терге малшынып, тіпті құлақтарына дейін терге малынып үрейден жүректері дүрсілдеген адамдар пайғамбарларынан шапағат сұрайды. Әрқайсысы өз басымен әлек болып тұрған пайғамбарлар олардың бұл өтініштерін жауапсыз қалдырып жатқан шақта, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа үмбетінің жай-күйін ойлап, араларында шапағатқа мұқтаж һәм соған лайық болғандарына шапағат етеді. Бұл жағдай хадисте Мақамул Махмуд деп аталған. Өйткені ол жерде бұрын және кейін келіп кеткен жандардың барлығы оған қарыздар болады.
Көпшілік ғалымдар осы нәрсеге бір ауыздан келісумен қатар басқа риуаяттарды негізге ала отырып, Расулаллаға Лиуаул Хам деп аталатын байрақ берілетін жер деген ғұламалар да болған. Ахмад ибн Хамбалдан келген бір риуаятта да Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Махамул Махмуд деген не деген сұраққа Алланың күрсісінен түсетін күн деп жауап берген. Бұл хадистің жалғасында Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм былай деп түсіндірме берген: ол күні әрбір кісі жалаң аяқ, жалаң бас жиналады. Ең әуелі Ибрахимге, содан соң маған жаннат киімі кигізіледі. Содан соң Алланың оң жағындағы бір мақамға барып тұрамын. Ол жерде келіп кеткен бүкіл адамзат қызыға көз тастайтын болады. Осы секілді риуаяттарда Алла тағалаға мекен беру сынды теріс мағына болса да, мұның адамдардың ғайып ақиқаттарын түсінсін деген ниетпен, адамдардың ойына лайықтап жеткізу мақсат етілгендігі анық. Қалай болғанда да ақыреттің қандай күйде болатындығын тап басып айту мүмкін емес екені анық. Шахадат көзге көрілетін, әлемнің сөздерімен айтылған кезде тілдік мағыналарына қадалып тұрып қалмау керек. Мұндай муташабих мағыналарды білдіретін хабарлар аяттар мен хадистерде кездеседі. Бізге білдірген ақиқаттарына иланып, дәл қалай болатынын Алла біледі деп, ақиданың негізгі ережелеріне сай түрде тәуил жасалады. Ибн Омар былай дейді: Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, адамдар қиямет қайым күні жамағат болып жиналады. Әрбір үмбет өз пайғамбарларының артынан еріп, уа пәленше, бізге шапағат жаса. Уа пәленше, бізге шапағат ет деп зар еңірейді. Ақырында шапағат ету ісі маған қалдырылады. Міне Махамул Махмуд деген осы деп айтты. Ибн Аббас Расулаллаға хижрет жасауға әмір етілген кезде мына аяттар түсірілді. Сондай-ақ қандайда бір жерге аяқ басқан кезде һәм Мәдинаға таяп қалған осы шақта былай деп дұға ет: уа Раббым, маған қандайда бір жерге аяқ басқанымда хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде кіруді, сондай-ақ ол жерден шығарда да хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде шығуды нәсіп еткейсің. Әрі өз тарапыңнан маған мықты қолдау көрсетіп, айқын дәлел бергейсің. Түсіндірме. Хасан Басри бұл аятты былай түсіндірген: Құрайш кәпірлері хижреттен бұрын Алла елшісін өлтіру яки жер аудару немесе қамап қою мәселелерін ақылдасқан кезде Алла тағала былай әмір етті, былай деп дұға ет: уа Раббым, маған қандайда бір жерге аяқ басқанымда хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде кіруді, сондай-ақ ол жерден шығарда да хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде шығуды нәсіп еткейсің. Әрі өз тарапыңнан маған мықты қолдау көрсетіп, айқын дәлел бергейсің. Имам Қатада шын берілген күйде кіру деген сөзде Мәдинаның айтылып тұрғанын, шығарда да хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде шығу деген сөйлемде Меккенің айтылғанын білдіреді. Ғұламалардың көпшілігі аяттарды осылай түсінсе де, кіретін жердің өлім, шығатын жер фәни дүние деп Ибн Аббас секілді түсінген ғалымдар секілді әр түрлі жорамал жасағандар да болған. Алайда негізгі тәуил имам Қатада мен Хасан Басридің болжамдары. Ибн Мәсғуд былай дейді: Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бір яхуди тайпасына жолай соқты. Сонда олардың ішінде біразы: Мұхаммедтен рух жайында сұраңдар деді. Кейбіреулері болса: жоқ, сұрамаңдар, жандарыңа жақпайтын бір нәрселер естіп қалуларың бек мүмкін деп даурықты. Ақырында біреуі орнынан тұрып: ей, Әбул Қасым, бізге рух жайында айтып берші, деді. Алла елшісі біраз уақыт бойы үнсіз тұрды. Мен ол кісіге уахидің келіп жатқанын түсіндім. Содан соң ол: сондай-ақ олар сенен рух жайлы сұрайды. Оларға рух Раббымның ғана білетін ісі. Бұл мәселеде сендерге тым аз ілім берілген деп айт деген аятты оқыды. Бір риуаятта ол жайында аз ғана білім берілген деп айтылады. Ағмаш біздің қырағатымыз бойынша осылай дейді. Түсіндірме. Фахруддин әр-Рази бұл аятқа қатысты қысқаша былай дейді: Яхудилердің рухқа қатысты сұрағы рухтың не екендігіне қатысты болатын. Олар белгілі бір жерде бола ма, жоқ па? Орын алып тұрған бір жердің ішіндегі жағдай ма, әлде басқа ма? Қадим ба, бұрыннан бар ма, әлде хадис па, кейіннен пайда болған ба? Тәннен шығып кеткен соңда бар бола бере ме, әлде жоғалып кете ме? Рухтың азап шегуі яки нығметке бөленуінің ақиқаты қандай деген іспетті сұрақтар болатын. Сұрақта жауап беруге тұрарлықтай дін ілімдерінің ішінде ешқандай жақын байланыс жоқ.
Тек қана рухтың қадим яки хадис болуына байланысты кейбір жауаптар ұсынуға болатындай. Жауап берер болсақ, 4 элемент ауа, су, от, топырақ арқылы пайда болатын нәрселерге ұқсамайтын бір болмыс екендігін айтуда. Яғни, рух денесі бар арази нәрсе емес, қарапайым жауһар, оны тыстан бар етуші бар етпейінше пайда болмайды. Оны бар еткен Алла тағаланың бол деген әмірі. Аятта берілген жауап былай деп тұрғандай, рух Алланың әмірі һәм жаратылу тұрғысынан кейіннен пайда болған, хадис, болмыс. Денеде өмірдің бар екенін білдіруде рухтың рөлі басым. Оны дененің қалай екендігіне байланысты қарап болжауды теріске шығарудың қажеті жоқ. Имам Рази рух туралы осындай пікірлерін айта келіп мынаны да қосады. Аяттағы рух Раббыңның әмірінде деген сөздері әмір деген сөз іс-әрекетті білдіреді. Дәлме-дәл мына аяттағы секілді, перғауынның әмірі еш дұрыс емес еді, яғни перғауынның амалы мен іс-әрекеті деген сөз. Имам Разидің бұл түсіндірмелерінен кейін уахи арқылы берілген жауапты былай түсінеміз. Рух Раббымның ғана білетін ісі. Егер сұрақ рух қадим ба әлде хадис па деген секілді сұралатын болса, ол хадис, кейіннен пайда болған деп жауап беріледі. Сондай-ақ имам Рази сәләф ғұламалары бұл мәселенің егжей-тегжейіне кірмегендігін айтады. Разидің жауабынан туындайтын бір сұраққа жауап бере кеткенді жөн көрдік. Рух Раббымның ғана білетін ісі десек, сонда басқа мақлұқаттар Алланың ісі емес пе деген сұрақ ойға сап ете қалуы мүмкін. Басқа мақлұқаттардың пайда болуы белгілі бір себептерге байланыстырылған және оның не екендігіне байланысты белгілі бір дәрежеде егжей-тегжейлі түсіндірме беру мүмкіндігі де берілген. Рух болса, Алла тағаланың бол деген әміріне байланған әрі ортада ешқандай дәнекер бар болу үшін қатыстырылған ешқандай себеп жоқ. Сол себепті рух әмір әлемінде және Алланың өзіне ғана тән бір ісі дей аламыз. Әзірет Ибн Аббастан жеткен имам Тирмизидің тағы бір риуаятында былай делінген: Яһудилер, бізге көптеген білім берілді. Бізге Тәурат берілді. Кімге Тәурат берілген болса, оған көп білім берілді деген сөз деп мақтанды. Сонда оларға қарата, былай деп айт: егер Раббымның сөздерін жазу үшін теңіз суы сия болса, тіпті оған тағы сондай бір теңізді қоссақ та, Раббымның сөздері аяқталмай тұрып, теңіз суы таусылып қалар еді деген аят түсірілді. Түсіндірме. Яһудилер бұл сөздері арқылы рух жайында сендерге азғантай ғана мәлімет берілді деген аятқа қарата маңғаздана айтатын. Кейбір риуаяттарда Расулалланың яһудилерге бүкіл ілімдер Алланың ілімінің жанында түкке тұрғысыз болып қалатындығы баяндалған. Жоғарыдағы аятта осы мағынаны қуаттау үшін түсірілген болса керек. Сафуан ибн Ассал былай дейді: екі яһуди әңгімелесіп отырғанда бірі екіншісіне: жүр, екеуміз ана бір пайғамбарға барайық та бір мәселе жөнінде сұрайық дейді. Дос оған пайғамбар деме. Егер ол сенің пайғамбар дегеніңді еститін болса, қуанғаннан бөркін аспанға атар дейді. Содан соң екеуі бірге Расулалланы сынамақ ниетімен 9 аяттан сұрақ сұрады. Алла елшісі оларға: Аллаға еш нәрсені серік етпеңдер, ұрлық жасамаңдар, зинақорлыққа жақындамаңдар. Алла харам еткен жандарды өлтірмеңдер, бейкүнә кісіні өлтіру үшін патшаға өтірік жала айтып бармаңдар, сиқыр жасамаңдар, пайыз алмаңдар, күнәсіз әйелге зина жасады деген жала жаппаңдар, соғыс кезінде шайқас алаңын тастап қаша жөнелмеңдер. Уа, яһудилер, әсіресе сіздер үшін айтып жатырмын, сенбі күні жасалған тыйымды өздеріңе адал етіп алмаңдар деді. Сафуан былай деді: осы жауапты естіген яһудилер Расулалланың қолын сүйіп, алдына жүрелей отырып, куәлік етейік, сен пайғамбарсың деді. Сафуан былай деген: Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм олардан: олай болса неге менен үміт етіп жүрсіңдер? деп сұрады. Сонда олар: Дәуіт нәсілінен пайғамбарлар үзілмесін деп дұға етті. Біз саған мойынсұнған сайын, яһудилер бізді өлтіре ме деп қорқамыз деп жауап берді. Түсіндірме. Риуаятта кейбір яһудилердің Алла елшісін сынау мақсатында 9 аят жөнінде сұрақ сұрап келгендері айтылады. Алайда бұл риуаятта Расулалланың осы 9 аятқа қатысты түсіндірмесі берілмеген. Алайда Тирмизидің китабу тәфсирінде жазылған нұсқасында бұл мәселе баяндалады. Олар Алла елшісіне барып, біз кезінде Мұсаға шынымен де 9 бірдей мұғжиза берген едік деген аяты жайлы сұрады. Аят сезім мүшелерімен білінетін, яғни 5 сезім арқылы ұғынуға болатын сыртқы белгілерге айтылғаны сияқты, ақылға қонымды анық үкімдерге, ашық мәселелерге де айтылады.
Олай болса, адамдар тәфәккүр және тәәммул дәрежесіне, ілім дәрежесіне қарай әртүрлі деңгейде мағрифатқа қол жеткізеді. Әрбір нәрседе бір белгі, Алланың үкімдерінен бір үкімді білдіретін ишараттар бар. Әсіресе Құран кәрімнің әрбір сөздеріне, әрбір сөйлемдеріне де аят делінеді. Жоғарыда келтірген аяттағы аяттар сөзі осындай аяттардың әрқандай бірі екенін білдіреді. Әзірет Мұсаға берілген 9 мұғжиза мыналар еді. Әзірет Мұсаның аса таяғы, қолы, топан су, шегірткелер, құрт-құмырсқалар, құрбақалар, қан, жұтшылы, жеміс-жидектердің аз түсін беруі. Фахруддин әр-Рази Әзірет Мұсаның Құран кәрімде айтылған мұғжизаларының 9 емес, 16 екенін айтады, һәм бұл сөздерін аяттармен дәлелдейді. Жоғарыдағы аятта келтірілген 9 саны мен өзі келтірген 16 санының арасындағы айырмашылықтарды Усул әл-Фиқта өзі түсіндірген бір ережені келтіре отырып, белгілі бір санды айту, ол сандардан да көп болуға кедергі келтірмейді дейді. Аятты бұрынғы діндерде болған жалпылама үкімдер деп түсінсек, хадисте олардың серік қоспаңдар, зина жасамаңдар, ұрлық істемеңдер, нақақ кісі өлтірмеңдер, сұлтанға жағымпаздық жасамаңдар, сиқырға жоламаңдар, пайыз алмаңдар, пәк әйелге зина жасады деп жала жаппаңдар, шайқастан қашпаңдар деп келгендігін әрі сандарының да 9 екендігін түсінеміз. Яһудилерге ғана меншікті болған сенбі күнгі тыйым айрықша аталады. Сенбі күні яһудилерге балық аулауға тыйым салынған еді. Хадисте айтылған жалаларына келсек, Расулалланың яһудилерге қатысты нәрселерді егжей-тегжейлі білуі яһудилер тарапынан мұғжиза ретінде қабылданып, Алла елшісін мойындауға мәжбүр болған еді. Алайда пайғамбарды арабтарға ғана жіберілген пайғамбар деп қабыл етулері әбден мүмкін еді. Өйткені Әзірет Мұхаммед келгенге дейін бүкіл пайғамбарлар ұлттарға ғана келген болатын. Алла тағала бұрынғы дәуірлердің ілім мен ғылымда жеткен жетістіктеріне орай әрбір ұлтқа жеке-жеке пайғамбарлар жіберетін еді. Інжіл мен Тауратта аталған пайғамбарлардың барлығы да яһудилерге ғана келген болатын. Тіпті бүгінгі таңда да яһудиліктің яһудилерден басқаларға ұсыну, әлемдік діндердің қатарына енгізілу, яһуди еместерді яһудилікке айналдыру дейтұғын бір мәселе жоқ. Христиандардың ұлттарға ортақ дін деп ұсынылуының да ешбір негізі жоқ. Інжілдің адамдар тарапынан өзгертілген бір мәселесі де осы. Адамзаттың тек бір дінде болуына шақыру айқын түрде исламмен келген. Бұл да исламның басты ұрандарының бірі. Сондықтан риуаяттарда яһудилердің Мұхаммедтің елші екендігін растауы шынайы дегенмен шалағайлау. Өздерінің айтуынша, пайғамбар белгілі бір қауымға ғана тән болмағы ләзім. Әзірет Мұхаммедтің де пайғамбар екені даусыз, алайда арабтардың ғана пайғамбары. Әлбетте, пайғамбарлықты бұлай түсіну ислами тұрғыда нұқсан әрі ислам түсінігіне мүлде жат. Алла елшісі, олай болса неге менен үміт күтіп жүрсіңдер дей келе оларды исламға шақырды, һәм дін үкімдерін ұстануды насихат етті. Әзірет Мұхаммед алып келген шариғатқа мойынсынудың міндет екенін олар өте жақсы білді. Яһудилердің Әзірет Дәуітке қатысты айтқандарының барлығы жала һәм өтірік екені белгілі. Өйткені өздері айтып жүргендей Әзірет Дәуіттің қиямет қайымға дейін өз нәсілінен ғана пайғамбар келетіндігін айтқан бірде-бір сөзі жоқ. Керісінше, Алла тағала бүкіл пайғамбарларға ақыретте келетін соңғы пайғамбар жайында үмбеттеріне айтуларына, ол келген кезде соңына ілесудің міндет екенін ескертетіндіктеріне қатысты уәде алған еді. Діни мағлұматтар жазылған көне кітаптарда Расулалланың сипаттары кездеседі. Қаншалықты өзгертіліп, адамдар небір өтіріктерін ішіне қосып жазса да, бүгінгі Таурат пен Інжіл нұсқаларынан Алла елшісінің бірнеше жерде сипатталғанын байқауға болады. Тіпті Хусейн Жисри атты ғалым Рисал әл-Хамидия атты еңбегінде қасиетті кітаптарда берілген 110 аятты көрсеткен. Сол сияқты әйгілі ғалым Рахматулла әл-Хинди дәл осындай зерттеуін Изхарул Хақ атты кітабында келтірген. Әрі ағылшын миссионерлермен осы тақырыпта пікірталасқа түсіп мойындатып, бірнеше мәрте үндерін өшірді. Біз Инжил мен Таураттағы сүйіншілердің белгілі екенін ескере отырып, ешқашан ойға келмеген басқа бір діни кітаптарға жасалған заманауи зерттеулердің нәтижелеріне және Алла елшісі хабар бергендігі баяндалған ишараттарға тоқталмақпыз. Әзірет Адам мен Әзірет Ыдырыстың хабары. Ибн Арабидің Футухатул Мәкия атты кітабында келген бір хадисте пайғамбарымыз былай деген екен: 100 000 адам келіп кетті. Біз осылардың ең соңғысының ұрпағымыз. Басқа бір хадисінде Әзірет Адамнан кейін 124 000 пайғамбардың келіп кеткені айтылады. Бұлардың баршасы да бір ақиқатты ғана, яғни Алланың бір екенін,
өлген соң қайта тірілудің хақ екенін адамдарға жеткізумен өмірден өтті. Біз адамның һәм оның ұлы шит пайғамбарға келген кітаптарда не жазылғандығын біле алмауымыз заңдылық. Бізге дейін жеткен ең көне ілім Ыдырыс пайғамбар жайын сөз етеді. Ислам қайнар көздерінде бұл пайғамбардың ең алғаш жазуды қалыптастырғанын айтады. Яһуданың бір хатында айтылған мәліметтерде осылай делінген. Адамнан кейін келген Ыдырыста ең әуелі мыналардан хабар берді. Біліп қойыңдар, Раббы 10 мыңдаған уәлилермен бірге келіп, бүкіл нәрсе жайында соңғы үкімін айтады. Аллаға қарсы жасаған күнәлары мен істері, оған қарсы сөйлеген күнәға толы сөздерінің есебі сұралады. Христиан ғалымдары бұл сөздерден кейін келетін бір адамға қатысты сүйінші білдіріліп тұрғандығын айтады. Алайда Ыдырыс пайғамбардың бұл сүйіншіге қатысты айтқан сөздерінің басқа бөліктері өкінішке орай түгелдей жоғалып кеткен. Заратуштралықтардың қасиетті кітаптарында ардақты пайғамбар ғана заманауи зерттеулер Заратуштың жалғыз Аллаға сенгендігін көрсетеді. Періштелерге, Құдай тағала таңдаған адамдарға иләһи уахидың келетіндігіне, жаннатқа және басқа нәрселерге иман келтірген. Зена Авестаның қазір қолымызда бар бөлімдерінде пұттарды парша-парша еткен Саушиан айналасындағыларға әлемдерге рахмет болып келетін кісімен әствәр әрейд, яғни халықты аяққа тұрғызатын біреудің келетінінен алдын ала хабар берген, буддизмде пайғамбарымызға ишараттар. Буддизмнің негізін қалаушы Будда да кейбір сөздерінде дінді тамамдай алмағандығын айтады. Оның айтуынша Майтрея немесе Мәтрея, яғни әлемдерге рахмет болған кісі келгенде, бұл істердің барлығы түзеледі. Брахманизмде пайғамбарымызға ишарат. Жоғарыда айтылған діндердегідей брахманизмде де болашақта келетін және күтілген адам деген сенім бар. Мәселен, Асрававеда атты діни кітаптарында бұл кісінің аты да аталған. Нарасан Шах, Астивишат, яғни қошеметке ие болатын, жақсы көруге лайық кісі. Ол кісі өте көркем көлік мінеді, һәм жаннатқа барғанша тоқтамай шабады. Вишнху Пуран атты кітаптың 24 бөлімінде ведалар арқылы, шынайы ілім кітаптары арқылы үйретілген қам-қарекеттер мен істер, адам құқықтарына жауапты негіздер толықтай жоғала бастағанда мұндай қараңғы дәуірдің соңы жақындайды. Тәңірдің соңғы насихаты, қарулы жауынгер түрінде келеді. Бұл жауынгер Самбла Дипте, құмды аралда, атақты отбасыда дүниеге келеді. Әкесінің аты Виснуяша, Алланың құлы, Абдулла, анасының есімі болса Сонти, сенімді болған кісі, Әмина болады тағы да басқа. Брахманизмде Алланың жер жүзіне адам кейпінде түсетіндігіне иланады. Олардың қасиетті кітаптарынан алынған бір энциклопедия бар. Бұл кітаптарға Пурана дейді. Төл тілімізге сөзбе-сөз аударғанда ескі жазбалар деген мағынаны білдіреді. Құран кәрім осы кітапқа ишарат жасап, ап-айқын әрі аса көркем араб тілінде жеткізуде. Шүбәсіз, ол жайлы бұрынғылардың кітаптарында да айтылған деген. Үндістан брахмандарының қасиетті кітабы болған ведалардың айтуынша, жоғарыда ишарат етілген жауынгер құмды аймақта дүниеге келетін, одан соң отанын тәрк етіп солтүстіктегі бір жерді паналайды. Көкке жететіндей бір көлігі болады. Бұл кісі түйелерге иелік ететін дана кісі болады. Өзі қатысатын екі үлкен соғыстың біріншісінде 300, екіншісінде 10 мың әскері болады. Пайғамбарымыз құмды өлке болған Меккеде туылды. Пайғамбарлық жылдарының ортасына таман Мәдинаны паналады. Шынымен-ақ алғашқы соғысы өткен Бәдірде 300, ең соңғы шайқасы болған Меккенің алынуында 10 мың әскері болған. Көкке көтерілетін көлігі Миғраж оқиғасына жасалған ишарат болса керек. Міне, байқап тұрғанымыздай, барлық сәмәуи кітаптар әлемдердің ардақтысы болған пайғамбарымыздың келетіндігін ап-ашық айтқан. Оның соңғы пайғамбар һәм пайғамбарлардың тәжі екендігіне еш күмән жоқ. Ибн Аббас, Мұхаммед. Оларға, оған дұға еткендерінде, қаласаңдар, Алла деп атаңдар, қаласаңдар, Рахман деп атаңдар. Қай есімін атап, дұға етсеңдер де, ең көркем есімдер оған ғана тән. Деп айт. Сондай-ақ намаз оқығаныңда, даусыңды қатты шығарма әрі тым бәсеңдетіп те жіберме. Екеуінің ортасындағы жолды ұстан деген аят жөнінде мынадай жорамал жасаған. Бұл аят Расулалланың жасырында уат жасап жүрген кезеңде түскен. Ол кезде даусын шығаратын болса, мүшіріктер естіп, Құранға һәм оны түсірген Аллаға күпірлік ететін. Алла тағала намазды көрсетіп оқыма, яғни даусыңды шығарып оқыма, оны мүшіріктер естіп қалмасын, әрі сахабаларын естімей қалатындай дәрежеде де оқыма деп бұйырып, осы екеуінің арасын, орта жолды ұстауды әмір етті. Түсіндірме.
Ибн Аббас намаз оқығанда даусыңды көтерме, іштей де оқыма, екеуінің арасында ұста деп бұйырған аятқа қатысты басқа да жорамалдар бергендігі риуаяттарда берілген. Оның мақсаты дұға әдебін үйрету болатын. Өйткені Әзірет Айшадан жеткен басқа риуаятта мұны байқаймыз һәм түсіндірмесінде бере кетеміз. Риуаяттарда Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бір түнде сахабаларының үйлерін аралайды. Әзірет Әбу Бәкірдің намазда даусын тым бәсеңдетіп, ал Омардың көтеріңкі дауыспен қырағат етіп жатқанын көреді. Ертесі күні мұның себебін сұрғанда Әбу Бәкір, Раббыммен сыбырласып жатырмын десе, Әзірет Омар болса, шайтанды қуып жатырмын дейді. Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм Әзірет Әбу Бәкірге даусын сәл көтеруді, ал Әзірет Омарға даусын біраз бәсеңдетуді бұйырады. Аятта бүкіл намаздарда дауыстарыңды шығармаңдар, не бүкіл намаздарында дауыстап оқыңдар деп тұрған жоқ. Күндізгі намаздарда іштей оқыңдар да, түнгі намаздарда дауыстап оқыңдар дегісі келіп тұр. Осы секілді әр түрлі жорамалдардың біреуін таңдағаннан гөрі, барлығына ортақ екенін қабыл еткен дұрыс болмақ. Әзірет Айша былай деген, мына аят дұғаны қалай жасау керек екендігіне қатысты түсірілген. Уа, Мұхаммед, намаз оқыған кезде даусыңды тым көтерме, һәм дыбысыңды мүлде шығармай да қойма. Түсіндірме. Бұл аят дұға әдебін үйретуде. Мүмин дұға жасап жатқанда өзі естімейтіндей дәрежеде бәсең дауыспен, немесе қасындағы адамның мазасын қашыратындай бақырып-шақырып дұға жасамағаны жөн. Аяттың түсу себебі бірнеше риуаяттарда мүшриктердің күпірінің алдын алуға қатысты екені білдірілген. Кейбір риуаяттарда дұға жасаудың, Құдайдан сұраудың өзіндік әдептеріне қатысты түсірілді делінеді. Раббымыз Ағраф сүресінің 205 аятында да былай әмір етеді. Ертелі кеш іштей жалбарынып һәм қаһарынан имене отырып бәсең дауыспен Раббыңды ауызға ал. Ақиқаттан бейхабар, ғапылдардың қатарына қосылма. Риуаяттарда Расулаллаға сахабалардың кейбірі, Раббымыз жақын ба, алыс па? Жақын болса сыбырлап, алыс болса айқайлап дұға етейік деп сұрағандары айтылады. Сонда жауап ретінде, уа, Мұхаммед, егер құлдарым сенен мен туралы сұраса, мен оларға өте жақынмын, маған жалбарынып, дұға еткеннің дұғасын жауапсыз қалдырмаймын. Деген аят түсіріледі. Сахихайнда риуаят етілгендей, Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Хайбар сапарында сахабалардың кейбірі жол бойы айқайлап тәкбір айтқандарына тыйым салып, дауыстарын бәсеңдетуге бұйырып, сендер саңырауға айтып жатқан жоқсыңдар. Бүкіл сөздеріңді естушіге дұға жасап жатырсыңдар. Ол өте жақын, тіпті әрқайсыларыңа түйелеріңнің мойнынан да жақын дейді. Олай болса, дұға еткен кезде осы әдептерді сақтау мұстахап болмақ. Аятты Әзірет Әбу Хурайра және Мужахид те осылай түсінген.